Саламатсыздар ма, достар? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Күндеріңіз сәтті болсын. Бұл Гүлмира Наурызбаева. Мен Ақтөбедемін қазір. Күнде серуендеуге шығамын. Неге десеңіз, 10 мың қадам жасау керек түске дейін маған. Мағауия екеуміз МВ компанияның серіктестеріміз. Сол компания арқылы біз белсенді, салауатты өмір сүріп жатырмыз. Күнде мен МВ туралы, бизнес туралы кемінде 5-6 адамға түсіндіремін. Қалай түсіндіремін? Қалай бизнесті жасау керек, қандай білім болу керек, қандай өзінің білімін осында жалғастырып, жаңа білім қандай алу керек. Бұл бизнес басқа маман ғой. Мысалы, кейбіреулері сенбейді өзіне. Кейбіреулері жалтақтап тұрады. Әрмен бермен жүреді. Ана жерде товар арзан зат. Мына жерде көптеу төлейді. Мына жерде мен тезірек деңгейге шығамын деп. Бірақ бәр жерде де адамдар арқылы жүретін бизнес бұл. Сетевой дейді ғой бизнес. Бірақ біз бастағанда ондай сөздерді білген жоқпыз. Бізге түсіндірді біздің жетекшілеріміз. Бізге опыт көрсетуді үйретті. Бізге семинарға барып, форумларға барып қатысуды үйретті. Соған біз үйрендік. Қазір біз кемінде 5-6 рет бір жылда саяхаттаймыз. МВ-дің форумдарына барамыз. МВ-да үйретеді қалай бұл бизнесті жасауға болады. Менімше бұл бизнесті біз бастағанда оңай болған жоқ бізге. О кезде ешкім білмейді бұндай бизнесті. Біз адамдарға түсіндіріп, опыт көрсетіп, сендіріп жүрдік. Көп адамдар біз түсіндірген. Бизнесті алып кеткен жоқ. Біразы бірақ клиент болды. Неге десеңіз, МВ өнімдері сапалы, үнемді, қолжетімді. Сондықтан көбісі клиент болып тіркеліп, немесе біз өзіміз тіркейміз. Қазақстанда 2 магазин бар, Алматыда, Астанада. Соған барып алады. Біз тек сапасын, біз тек консультация беріп отырамыз. Сондықтан қазір бизнес оңай деп ойлаймын.